Атырау мен Батыс Қазақстан облыстары экономикалық серіктестікті жаңа белеске көтереді. Бүгін екі өңірдің басшылығы мен бизнес өкілдері экономикалық серіктестікті одан әрі дамыту мақсатында екі жақты меморандумға қол қойды. Өткен жылы екі облыс арасындағы тауар айналымы 22,5 миллиард теңге болған. Атап айтқанда оралдықтар мұнайлы өңірден жанар-жағармай түрлері мен балық өнімдеріне тапсырыс берсе, атыраулықтар Оралдан ет және ет өнімдерін, ұн мен макарон түрлеріне қызығушылық байқатқан. Отандық бизнесмендердің алдындағы тұрған ендігі мақсат батыс аймақта жұмыс атқарып жатқан шетелдік бірлескен мұнай өндіруші компаниялардан тапсырыс алу. Ол үшін отандық компаниялар өз өнімдерінің сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру керек. Атқарушы билік өз тарапынан тапсырыс беруші компанияларға талап қоятын боламыз дейді. Бұл мәселеде Теңізшевройл, Қашаған жобаларындағы Ембі мұнайгаз мекемесінің қарамағындағы кен игеріп жүрген мекемелердің өздерінің материалдық құндылықтарды алған кезде Қазақстанның мекемелеріне алу жөніндегі мәселелерді жүйелі түрде қойып келе жатырмыз және өз шешімін тауып та келе жатыр. Бұл жердегі ең басты мәселе жобалау сатысында сол мекемелердің шығаратын өнімдерін салу.